Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге осындай жаңа жылдық безендірумен шырша салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте әдемі, креативті салатты міндетті түрде дастарханыңызға сіздер жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін мұқият қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті заттарын осылай дайындап аламыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Мен осындай индейканы турап жатырмын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша колбаса қоссаңыз да болады, немесе тауықтың төс етін пісіріп қоссаңыздар да болады. Өте дәмді, тойымды салаттардың қатарына жатады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді келесі кезекте картопты өткіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Барлық картопымызды дәл осылай жасап аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды да дәл солай өткіштен өткізіп аламыз. Бұл салатты оливье салатынан немесе пачуба салатынан шыршаның формасын жасап, өзіңіздің қалауыңыз бойынша құрамын өзгертіп жасай берсеңіздер болады. Енді мен брынза қолданып жатырмын. Қалауыңызша сыр қолдансаңыздар да болады. Өткіштің осындай орташа көзінен жарты бөлігін өткізіп алдым. Қалған жарты бөлігін шыршаның оформлениясына қолданатын боламын. Енді чеснокты осылай пресстен өткізіп аламыз. Бұл жерде чеснок қосу міндетті, себебі салатымызға ерекше дәм беріп тұратын осы чеснок болады. Қалауыңызша майонезді қосасыздар. Мен 3 қасық қостым. Қатты майлы болған қаласаңыздар көбірек қоссаңыздар болады, немесе азайтып қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын біркелкі араластырып формаға келтіріп аламыз. Енді шыршаның формасын жасаймыз. Қалауыңыз бойынша бірден ыдысыңызға салып, қолыңызбен шыршаның формасын жасасаңыздар болады. Мен енді сіздерге кішкене эстетично көріну үшін осылай пищевая пленкада жасап жатырмын. Пищевая пленканы 2 қабаттап, үстіне барлық салатымызды салып, және де шыршаның формасын жасаймыз. Немесе бірден ыдысыңызға салып, қолыңызға перчатка киіп, немесе жай ғана қарапайым қолыңызбен шыршаның формасын осылай жасасаңыздар да болады. Мінекей, мен осылай пищевая пленкаға салып, әдемілеп сіздерге көрсетіп жатырмын. Пищевая пленканың барлық жиектерін осылай біріктіріп алып, шыршаның формасын конус тәрізді осылай қолымызбен форма жасап шығамыз. Өте оңай, жылдам жасалынады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де мен сіздерге айтып өттім, бұл шыршаның салатының құрамын өзгертіп, оливье немесе пачуба салатынан жасай берсеңіздер де болады. Енді үстіне шыршаның түсін шығару үшін мен осылай жасыл ас көкті пайдаланып жатырмын. Мүмкіндігіңізше мүмкін киви мен басқа да жасыл өсімдіктермен безендірсеңіздер болады. Бірақ та дәл осы ас көкпен сіздердің шыршаларыңыз өте әдемі көрініп тұратын болады. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде осы қазақша контентті каналдың өсуіне, дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, және де жаңадан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген видеоларымды алғашқылардың бірі болып көріп отыратын боласыздар. Енді шыршамызды безендіру үшін ойыншықтарын дайындап жатырмыз. Мен осындай жұлдызшасын қызыл болгар бұрышынан зубочисткаға қыстырып дайындап жатырмын. Сәбізден жасасаңыздар да болады. Шыршаға тағылатын ойыншықтарды мен виноградтардан және де қызыл болгар бұрышынан және де сырдан осылай әсемдеп жатырмын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үйдегі бар ингредиенттерді цветовая гаммамен осылай әдемілеп құрастырып шықсаңыздар да болады. Кукуруз қоссаңыздар болады, немесе гранат қоссаңыздар болады. Әртүрлі цветовая гаммамен осылай шыршаңызды безендіріп шықсаңыздар болады. Және де бұл шыршаны жатқан формасында да жасасаңыздар болады. Менімше осылай ыдысыңызда осылай түрегеп тұрған шыршаның формасы өте әдемі дастарханыңызда көрініп тұрады. Ойыншықтарды орналастыру үшін осылай кішкене майонезімізді жағып, біздің шыршамызға жабыстырып шығамыз. Өте оңай, тез жабысады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте тойымды, дәмді және де қонақтарыңызды таң қалдыратын шыршаның формасындағы креативті салатты сіздер де жасап көріңіздер.
Енді біз шыршаның аппақ қарын шет-шетіне орналастыру үшін мен бағанағы брынзаның қалған бөлігін үккіштен өткізіп, осылай сеуіп шықтым. Сіздер де солай жасап шықсаңыздар болады, немесе жұмыртқаның белогын пісіріп, осылай үккіштен өткізіп қойып қойсаңыздар да болады. Салаттың ішкі нарезкасын көрсетіп жатырмын. Достар, егер де сіздер аскөкті менің балаларым ұнатпайды дейтін болсаңыздар, онда аскөкті турамай, ұзын қалпында осылай салатыңызға жабыстырып орналастырып шықсаңыздар болады. Салатты жейтін кезде аскөкті теріп алып тастағанға ыңғайлы болады. Мінекей, біздің салатымыздың ішкі нарезкасы осындай болып шығады. Өзінің формасын жақсы ұстайды. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды, балапандарыңызды және де қонақтарыңызды таң қалдырып, дәл осы салатты сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді және тойымды салаттардың қатарына жатады. Егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдау білдіре кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.